Саламатсыздар ма балалар? Дүниежүзі тарихынан сауда, қолөнер және әлемді игеру бөлімі бойынша Ұлы Жібек жолы шығыс пен батысты қалай байланыстырды тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта орта ғасырлық халықаралық сауда жолына айналған Ұлы Жібек жолының маңыздылығын түсіндіреміз. Осынау тарихи жолдың жібек саудасына байланысты жібек жолы атанғаны түсінікті. Ал ұлы сөзінің оған қосылуы жолдың кең байтақ шығыс өлкелері мен батыс өлкелерін байланыстырып жатуына. Сондықтан да бұл жол Ұлы Жібек жолы болып тарихқа енді. Бұл жолдың пайда болу тарихы тым тереңде жатыр. Бұл жолдағы алғашқы және басты тауар жібекке байланысты көптеген деректер кездеседі. Қытай жазбалы деректерінде біздің заманымыздан бұрынғы 2-1 ғасырларда Үйсін мемлекеті мен Қытайдың арасында жасалған саудада қымбат тауар жібек болған. Батыс түрік қағанымен кездескен Будда діндары Сюаньцзянь қаған мен оның айналасындағы ақсүйектер жібек шапан кигендері жайлы айтады. Жібек жолы біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырдың ортасында аса ірі сауда және дипломатиялық жол ретінде белгілі болды. Қытай елінің императоры Уди 1038 жылы батыс елдеріне қарай аттандырған Жанцзянь бастаған елшілік еліне 13 жылдан кейін оралған. Осыдан кейін біздің заманымыздың 1 ғасырының ортасында Қытайдан Қазақстан мен Орта Азия арқылы батыс елдеріне жібек артқан керуендер жолға шығады. Ал батыстан жерорта теңіз аумағынан Қытайға қарай тауар тиеген керуендер, түрлі елшіліктер жүре бастайды. Жібек жолының батыс пен шығысты жан-жақты байланыстырған қатынас жолы шығыстағы Қытай елінен, нақтырақ Хуанхэ өзенінің бойынан басталады. Орта Азия мен Қазақстан жеріне келгеннен кейін жібек жолы бірнеше тармаққа бөлінеді. Бірінші көктасты лазурит жолы орталық Азия мен орталық шығысты Үндістан және жерорта теңізімен байланыстырады. Нефриттік жол шығыс Түркістан Қытаймен байланысы. Дала жолы Қара теңіз жағалауынан Дон жағалауына дейін, одан Сарматтар жеріне, одан Ертіс пен Зайсан жағалауына дейінгі жерді алып жатты. 1877 жылы неміс географы Ритхофен батыс пен шығыс арасындағы байланысты түсіндіру үшін жібек жолы терминін ұсынады. Евразия тарихында маңызды орын алғандықтан мұнда ұлы сөзі қосылған. Көрші елдерге саудаға, саудагерге жалғыз өзі шығу қиынға соғатын, өйткені жолда қарақшылар кездесуі мүмкін және жол шығыны көбейе түседі. Алыс жолға негізден көктемде шыққан. Қытайға сапар шегу 3 жылдай уақытты талап ететін. Ұлы Жібек жолы мыңдаған шақырым қашықтықты қамтыды. Саудагерлердің көпшілігі жолдың ұзақтығынан тауарларын жарты жолда ауыстырып алуға тырысатын. Жібек жолы түркі бөлігінің халықаралық саудада маңызы өте зор. Ұлы Жібек жолы сауданың дамуына, көптеген қалалардың пайда болуына, өркендеуіне жол ашты. Бұл жол мемлекеттердің қалыптасуында, әлемдік өркениеттің дамуында үлкен рөл атқарды. Шығыс пен батыс мәдениет арасындағы байланыстырушы көпір саналды. Жол бағыттарында қалалар мен тұрақтар, сауда орталықтары ғана емес, ғылым мен мәдениет ошақтары да орналасты. Мәселен, Отырар қаласы. Отырар ұлы ғұлама Әл-Фарабидің отаны. Жібек жолы бойымен діни наным-сенімдер, тауарлар, олардың өндірілуі туралы ақпарат, атап айтқанда жібек, түрлі түсті шыны, қағаз, оқ-дәрі, тағы басқа дайындау тәсілдері таралды. Жібек жолы мен қытайлықтар бүкіл әлемге өздерінің ойлап тапқан жаңалығы қағазды таратты. Қағаз өндірісі Қытайдан орталық Азияға келді. Ол жерден қағаз батысқа тарап, бұрынғы жазу материалы пергамент пен папирусты ағыстырып шығарды. Алдарыңызда
кілем саудасы, жібек саудасы, зергерлік бұйымдар, зертастар саудасы, шығыс жұртының тәттілері мен жеміс жидектері, көкөністер мен дәруіштері, бау-бақша өнімдері. Бұл жәдігерлер сол кезден бүгінгі таңға дейін ұрпақтан ұрпаққа жеткен. Керуендер Қытайдан Римге дейін 7000 шақырып жол жүрген. Діндердің таралуына келетін болсақ, Ұлы Жібек жолы діндердің таралуына кең жол ашты. Олардың жәдігерлері алдыңызда Қазақстан территориясындағы Будда ғибадатханасының орны, Қарлық метрополиясында, яғни Қарлық мемлекетінен қалған үлкен жәдігер крест бейнесі бар, саз келі, манихейлік діннің болғанын растайтын Ману құдайдың бейнесі, және зороастризмге тән еденге сыланған ғибадат ету ошағы Қазақстан территориясынан табылған жәдігерлер. Адамдар мен идеялардың еркін қозғалыста болуы да аса көрнекті энциклопедия ғалымдар, ақындар мен философтар және олардың мектептерінің пайда болуына ықпал етті. Ең ірілері Әбу-Райхан Беруни мен Ибн Сина. Әбу-Райхан Беруни мен Ибн Синаның еңбектері бүкіл шығыс әлемі және батыс Европа медицинасына зор әсер етті. Сонымен Ұлы Жібек жолы шығыс пен батысты қалай байланыстырды? Ұлы Жібек жолының тарихи маңызы неде? Халықтар арасында сауда байланыстарын орнатты. Сауда керуендері тек жаңа тауарлар ғана емес, басқа елдерден жаңа білімдер, технологияларды алып келді. Ал өздерімен жергілікті қалалар, халықтар, мәдениет, салт дәстүрлер туралы мәліметтер алып кететін. Ұлы Жібек жолы географиялық білімдердің дамуында маңызды рөл атқарды. Жол пайда болғалы европалықтар мен қытайлықтар алғаш рет бір-бірінің бар екендігі туралы білді. Ұлы Жібек жолының біздің бабаларымыздың тарихындағы маңызы сонда, түркі тілдес тайпалардың отырықшылыққа көшіп, саудамен айналысуы басталды. Және ең басты халықаралық деңгейдегі маңызы халықаралық және саяси қатынастардың және дипломатиялық байланыстардың нығаюына жол берді. Сонымен балалар, Ұлы Жібек жолы адамзат тарихындағы ең танымал сауда жолы. Оның бойымен көпестер Тынық мұхитынан Жерорта теңізіне дейін жүріп өткен. Ұлы Жібек жолы батыс пен шығыс елдерін байланыстырған 7000 шақырымға созылған ежелгі керуен сауда жолының жүйесі. Ол 17 ғасыр бойы сол кездегі ең ірі өркениеттер Қытай, Үндістан, Орталық Азия, Таяу Шығыс пен Европа халықтарын байланыстырды. Қытай мен Үндістанға теңіз жолы ашылғаннан кейін құлдырап, 14 ғасырда тоқтады. Дегенмен жекелеген бағыттары 15 ғасырдың соңы мен 16 ғасырға дейін жұмыс істеді. Мінекей балалар, Ұлы Жібек жолы шығыс пен батысты қалай байланыстырды деген сұраққа сіздерге ұсынатын материалымыз осы. Енді оқып үйренген білімдерімізді бекіту үшін мен сіздерге 1-2 тапсырма дайындап келдім. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Сіздердің алдарыңызға тарихи домино ойынын ұсынамын. Ұяшықтардағы сөздерді қолданып, сөйлемдер құраңыз. Яғни, әр 4 баған бізге керегі 4 сөйлем. Сәттілік. Рахмет. Ал енді тексеріп көрелік. Сіздердің жауаптар мен дұрыс жауаптар қаншалықты бір-біріне сәйкес келеді. Бұнда жасырылған бірінші сөйлем Ұлы Жібек жолы Қытайдың Хуанхэ өзенінен басталып Европаға барған. Екінші сөйлем Қытай императоры Юдидің елшісі Чжан Цзянь Европаға 13 жыл жүрген. Үшінші сөйлем Ұлы Жібек жолы Қазақстанның оңтүстігі арқылы өтті. Және соңғы сөйлем сауда батыс пен шығысты байланыстырды. Рахмет.
Енді келесі тапсырмаға назар аударалық. Екінші тапсырма қызықты сандар ойынымен сіздерге теңдеу беріліп тұр. Теңдеуді шешіп, шыққан жиынтық санды рим цифрымен жазыңыз. Жиынтықты ғасырмен өрнектеген соң, сол ғасырда орын алған ірі оқиғаны атаңыз. Сәттілік. Рахмет. Енді өз жауаптарымызды дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Яғни 10 қосу 2, 12 қосу 13, 25 қосу 6, 31 қосу 9, 40 қосу 4, 44 азайту 30, 14-ке тең. 14 рим цифрымен беріліп тұр. 14-ші ғасыр. Ұлы жібек жолы Қытай мен Үндістанға теңіз жолы ашылғаннан кейін құлдырап, 14-ші ғасырда тоқтады. Зейіндеріңізге рахмет. Енді сіздерге сабақтың құндылығы әдісі бойынша кері байланыс ұсынып отырмын. Біз бүгін не үйрендік? Біз нені жақсы жасай алдық? Қандай нәрсеге қол жеткіздік? Және кемшін тұстарымыз деген 4 сұраққа жауап дайындай қойыңыздар. Жауаптарыңызды жазып болғасын, өзіміздің ортақ чатқа салыңыз. Назарларыңызға рахмет.